Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бір ерекше кешкі астың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бірінші, ол үшін біздер қамыр илеп аламыз. Қамырымызға дрожж, су, ұн, қалауымызша, қамыр болғанша қамыр жасап алатын боламыз. Оны және бөлек бір жерге, жылы жерде көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін біз өз тамақтың подлибасын дайындаймыз. Ол үшін бізге көріп тұрғандарыңыздай тамақтар керек болады. Бірінші, сковородкамызға пиязымызды қуырып аламыз. Қызарғанша жақсылап 5 минуттай көлемінде қуыратын боламыз. Оның үстіне етімізді салып азғана қуырамыз. Одан кейін болгар бұрышын, менде 2 дана болгар бұрышы средний көлемде жақсылап қуырып, үстіне помидорымызды салып, морковымызды салып, жақсылап кішкене бұқтырып қуыратын боламыз. Өте дәмді кешкі ас болып шығады. Томатный пастамызды және де өзімізде қандай дәмдеуіштер болса, сондай дәмдеуіштерді қоса берсеңіз болады. Мұның мен прованский траба деген дәмдеуіш қосамын. Өте керемет, шөптердің жиынтығынан жасалған. Иісі де бұрқырап тұрады. Жаңа қосқанда көрсетпей кетіппін. Мына жерде қандай екенін көрсетіп кеттім. Міне осындай шөпті алып, дәмдеуішті алып қоссаңыз, өте дәмді, иісі күшті болып әдемі болады. 2 стакан су қосамыз. Су құйып, сіздер енді 2 стакан емес, подлибаңыз батып тұрарлықтай болса болады, жеткілікті. Мен бұл жерде 1,5-2 стакандай су құйдым. Картошкамыз батып тұруы тиіс суда. Оған дейін подлибамыз бұғып, кішкене піскенше, біз мана қамырымыз кішкене көтерілді. Қамырды жайып дайындап алатын боламыз. Мен қамырымды кішкене әсел печке, қандай да бір печтеріңіз болса, сол печті кішкене жылытамын да. Соны іші жылыған печке қамырымды салып қоятын болам. Өте тез, күшті болып көтерілетін болады. Жылы жерде. Сөйтіп қамырымызды кішкене осылай жайып алатын боламыз, май жағып. Себебі май жақпасаң кішкене жабысады. Үстіне көк пияз турап салсаңыздар болады осылай. Маңызды емес көк пияз, егер салмайым десеңіздер, көк пиязсыз қамырдың өзімен істесеңіздер де болады. Осылай қамырымызды кішкене жайып алып, үстіне көк пиязымызды сеуіп, осылай бөліктерде кішкене бөліп алатын боламыз. Бұл бізде қамырымыздың жасалу жолы. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады. Иісі бұрқыраған дәмді кешкі ас болып. Кешкі ас дайын болады. Өте оңай. Үйдегі бар тамақтардан жасалатын кешкі ас. Спачканың көмегімен осылай созып, қамырымызды осылай бұрап, және осылай басы отырып, спачканы суырып аламыз. Өте әдемі, гүл тәріздес қамыр пайда болады.
сіздер үшін әдейі қалай жасалу керек екенін көрсетіп өттім. Дәл осылай жасасаңыздар әдемі шығады. Керемет. Осыны мантабаркаға салып, көтеріп пісетін болады. Мантабаркаға салып болып, манты пісіргендей уақытта пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Оны әдемі қылып, ыдысымызға орналастырып, кешкі асымызды әдемі қылып дайындап, жанұямызға ұсынатын боламыз. Өте дәмді, ерекше кешкі ас. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Жасап көріңіздер. Подливамыз бізде өте дәмді, сочный болып шықты. Осы жерге ортасына қазір подливамызды құятын боламыз. Дәмі де өте керемет, иісі де бұрқырап тұрған подлива болды. Прованский трава дегенді алып, әрбір подливаға, тамаққа қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Алып көріп, жасап көріңіздер. Мінекей, осындай дәмді кешкі ас дайын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздермен өте керемет дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.